Егер мен медицинаға қалай келгенім туралы айтатын болсам, онда бұл өте ұзақ әңгіме. Мен қысқаша айтайын. Бұл менің анамның қолдауымен болды. Мен өмірге келген күннен бастап анам бәріне менің ұлым бар, оның аты Иван, және ол дәрігер болады деп айтқан. Ол менің есімде анасын, отбасын өте жақсы көретін, жарқын, көңілді адам ретінде қалды. Көбінесе біз онымен бірге шетелдік іс-сапарларға баратын едік. Ол әрқашан анасын, балаларын, немерелерін сағынып еске алып отыратын. Өмірді қатты жақсы көрді. Сонымен бірге ол өз ісінің нағыз маманы еді. Ол жоқ, бұл мүмкін емес деген сөзді өте сирек айтатын. Ол қандай мәселе туындаса да шешімін таба білетін. Это потом входило к каким-то определенным таким производственным решениям, которые реально делалось. Ли Иван Иванович 1960 жылы Қарағанды қаласында қызметкерлер отбасында дүниеге келген. Анасы педагог-экономист, әкесі қаржыгер. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезінде жақсы оқумен қатар үлгілі тәртібі үшін бірнеше мәрте грамоталармен марапатталған. Қарағанды облысы Ульянов ауданы Свердлов совхозындағы Свердлов атындағы орта мектепті алтын белгімен аяқтаған. Қарағанды мемлекеттік медицина институтында хирургия мамандығы бойынша оқып, хирургия бойынша интернатураны бітірген. Ли Иван Иванович медицина ғылымдарының кандидаты. Кандидаттық диссертациясын бүйректің түтікшелі аппаратының сепсистің әртүрлі түрі кезіндегі клиникалық морфологиялық сипаттамасы тақырыбында қорғаған. Ли Иван Иванович еңбек жолын Қарағанды облысы Молодежный ауданының аудандық орталық ауруханасында 3 жыл хирург болып, содан кейін Қарағанды қаласының жедел медициналық көмек көрсету ауруханасында дәрігер-уролог болып жұмыс жасап бастады. 1989-2015 жылдар аралығында Алматы қаласында жұмыс істеп, өз біліктілігін арттырады. 1991 жылы Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институтының урология кафедрасында клиникалық ординатураны бітірді. 1996 жылға дейін Алматы қаласындағы орталық қалалық клиникалық ауруханада урология бөлімін басқарды. 1996 жылдан 1999 жылға дейін қалалық онкологиялық диспансерде бас дәрігердің орынбасары болып жұмыс істеді. 1999 жылдан 2001 жылға дейін нөмірі 1 қалалық клиникалық ауруханасында бас дәрігердің емдеу ісі бойынша орынбасары болып қызмет атқарды. Ли Иван Иванович 2001 жылдан бастап 1 қалалық заманауи медициналық технологиялық емдеу диагностикалық орталығын, 2006 жылдан бастап нөмірі 7 қалалық клиникалық ауруханасын басқарды. Ли Иван Иванович Қазақстан құқық және халықаралық қатынастар институтына оқуға түсіп, экономист менеджер мамандығы бойынша 2 жоғары білім алып, денсаулық сақтау және басқару жүйесін жаңғырту бойынша тұжырымдамалар әзірледі. 2013 жылдың наурыз айынан бастап Қазақстан қарулы күштері медицина қызметінің басшысы қызметіне тағайындалды. 2016 жылдан бастап Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің нөмірі 2 көпбейінді қалалық ауруханасында бас дәрігер болып жұмыс істейді. Ли Иван Иванович 2009 жылдан 2012 жылға дейін Алматы қаласы мәслихатының 4 және 5 шақырылымдарының депутаты болып сайланды. Ли Иван Иванович ұзақ жылдар бойы дәрігерлік қызметте хирургиялық, урологиялық және онкологиялық бейіндегі 7000-ға жуық отаны, оның ішінде құрсақ қуысы мүшелерінің күрделі реконструктивті оталарын, урология саласында пластикалық отаны жүргізді. Жаңа 2 өнертабысты патенттеді: хирургия, урология және денсаулық сақтауды ұйымдастыру ісі бойынша 30-дан астам жұмыстарын, 10-даған ғылыми еңбектерін жариялады. Дарынды хирург, білікті жетекші және өте жауапты адам Ли Иван Иванович өзінің медицина саласында көп жылдық қызмет үшін көптеген алғыстар мен марапаттарға ие болды. Ерен еңбегі үшін Парасат, Құрмет, Пирогов, Гиппократ, Алтын дәрігер ордендерімен, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл, Астанаға 20 жыл, Ұлттық медицина ассоциациясына 25 жыл, әскери теңіз күштеріне 20 жыл, құрмет белгісі медальдармен,
денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін үздік қызметкер, Авиценна алтын жұлдызы және де тағы да басқа төс белгілерімен марапатталған. Тамаша хирург, өз ісінің шебері, білгір және керемет көшбасшы, отбасының қамқоршысы және жауапкершілігі жоғары деңгейдегі адам ретінде көптеген жанның жүрегінде қалары сөзсіз. Пандемияның алғашқы күндерінен бастап-ақ Ли Иван Иванович коронавируспен күресте алдыңғы қатарда болып, көптеген адамдардың өмірін сақтап қалды. Өзі сол аурудың құрбаны болды. Ли Иван Иванович 2020 жылдың 25 шілдесінде 60 жасына қараған шағында кенеттен қайтыс болды. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық музейі дәрігер-хирург Ли Иван Ивановичтің өміріне арналған «Алғыс арқалаған азамат» атты көрмесіне шақырады. Көрмеде Ли Иван Ивановичтің 100-ден астам жеке заттары ұсынылған. Көрме 2021 жылдың 26 наурызына дейін жалғасады.